Жақсылық жаса, бірақ қайырымын күтпе. Жақсылық, қайырымдылық, мейірімділік сөздерін жиі естиміз. Жақсылыққа бала жастан үйретеміз. Жасынан жамандық жасамауға, әркімге көмектесуге, жақсылық жасап жүруге, мейірімді болуға үйренген бала есейгенде де жамандыққа бара қоймасы анық. Мұндай тәрбие ата-ананы баласы есейгенде ұялтпайды, қоғамда жақсы адамдардың санын арттырады. Жақсылық адамгершілік негізі. Адамгершілік кең мағыналы түсінік. Әркім оны өзінше түсінеді, өзінше қабылдайды. Ал мұсылман адамның түсінігіндегі адамгершілік шариғат үкімдеріне құрылып, Алла елшісінің ісі мен сөзінен бастау алады. Әрине, Алла елшісіне жету мүмкін болмаса да, оның ізімен, салған жолымен, сүннетімен жүруге тиіспіз. Жақсылыққа жаны жақын адамның қолы жамандық жасауға бармайды. Ол адам жаман сөз айтуға да батпайды. Бойы мен ойына әбден жақсылық сіңген адам ауыр күнәлар жасаудан алыс болады. Ғұламалар жақсылықты жоғары адамгершілік құндылық дейді. Жақсылық жасау, мейірімділік таныту бұл дінге сай садақа. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам хадисіне сәйкес, жолда жатқан тасты алып тастаудың өзі садақа. Осындай игі істер жасау арқылы адам өзінің адамгершілік құндылығын одан әрі жетілдіре түседі.